Қойшыбек Мүбәрак перігіші екінші бөлім. Әу баста бір күнде қайтармын деп ойлап еді, онысы болмай қалды. Қыз ұзату тойы, оның танысуы, қарсы жақтың келін түсіру тойы. Не дейсің, әйтеу той көбейіп кетті. Әні-міні дегенше 2 аптадан асып кетті. Сөйтіп, той-тойлап, мәре-сәре болып жүргенде өздерімен қанаттас отыратын Бектас деген жігіт тізгін ұшымен келіп, Сәлім аттан жығылып нашар жатыр, деп хабар айтып келді. Салдықта серлікте әдірем қалып, 2 көзінен парлаған жасқа ие бола алмай таң асырып үйіне әзер жетті. Мал енді өріске бет алған екен, үйдің маңы топырлаған адам екен. Жүрегі зырқ ете түсіп, аузына тығылып, булықтырып келеді. Баяғыда әкесі мен шешесі қайтыс болған кезде осындай болған еді. Ол кезде жас бала өлімді, жетімдікті түсініп кетпесе де, жүрегінің сыздағаны бүгінге дейін есіндеді. Тура солай жүрегі сыздап барады. Еңіреп келіп, аттан домалай үйге қарай жүгірген оны қайынағасы ұстап қалды. Аптықпа, бала, ақырын. Сені күтіп жатыр. Елдің барлығы өзіне мүсіркей қарап, оны ішке кіргізді. Оң жақтағы қайқыбас қайың төсектің үстінде ағасы шалқасынан сұлық жатыр екен де, жеңгесі бар тағы 1-2 кісілер аяқ-қолын уқалап отыр екен. Алда, қарағым-ау, тентек қара, әйтеу жеттің бе? Деп жеңгесі еңіреп жіберді. Сәлім де мұның келгенін біліп, жатқан сықылды ақырын жүрек жүткініп ернін жыбырлатып еді. Отырғандар аузына су тамызды. Сосын кәдімгідей есін жинап, басындағы жастықты сәл көтеріп қойып, үзіп-үзіп сөйлей бастады. Жарқыным, жеттің бе? Сені көре алмай кетем бе деп көп қиналдым. Енді арманым жоқ. Бірге туғаныңа бір ауыз бақылдасып кетудің өз бақыт екен. Мына ажал маған тура келіп тұр. Неше күн бойы арпалыстым. Ажалдан қорқып емес, сені көре алмай қалам ба деп. Әуелі ел-жұртқа рақмет. Сен осы отырғандарға аманаттаймын. Біріміз 7-де, енді біріміз 10 жасымызда әке-шешеден бір күнде айырылдық. Осы жұрт малымызды бағып, отымызды жағып есейтті. Біз осы жұртқа борыштармыз. Шамам келгенше сол борышымды өтеуге тырыстым. Пенде болған соң артық не кем һәм қарекетіміз болған шығар. Кешіріңдер. Көптен бері әке-шешем түсімнен шықпай, әлде қайда жетелеп кете беретін еді. Содан сезіктеніп, мал жанның барлығын ен салып, бөліп қойып ем. Өзің келеме деп көп күттім. Сен болмасаң да, келінге көрсетіп барлығын бөлдім. Шамамша әділ бөлдім. Бұл тек атау ғана ғой. Мәлігім, Мәкентайым, барлығы өз малың. Мәкентайым, малшылға онша қыры жоқ еді. Жетіммін деп жабырқамасын деп, алдынан қақпап ем. Осының отын жағып, күлін төгіп өтсем, армансызбын дейтін едім. Оған жете алмайтын болдым. Енді осы Мәкентайды сіздерге аманаттаймын. Жалғасы бар.